команда құрып жатқан, бизнеста команда не үшін керек, өйткені параллель не үшін керек, өйткені сіз жұмыста болмаған кезде, сіз жаңағы құдалық шақырып жатқан кезде, сіз немесе басқа жаққа кеткен кезде, сіз де сіздің жұмысыңыз жүру керек. Сол үшін жайлап болса да, команда құрып, өз бизнесін қолға алып жүргізіп жатқан жағдай бар. 6 баланың анасы, сүйікті жар, мектепте мұғалім. Соған қарамастан қазір сол мұғалімдердің барлығын осы Forever'дің продукцияларын тұтынушылыққа үйретіп жатқан жағдай бар. Нұргүл ханым, мен сені жақсы көрем, микрофонды өшірем. Мен сені құрметтеймін, сыйлаймын. Соңына дейін жақсылап тыңдайтын болсақ, өте көптеген ақпарат иегері болғалы отырмыз. Микрофон өзіңізде. Рахмет, спонсор. Үлкен қайырлы күн баршаңызға. Кешіріңіздер, сәл кешігіп бүгін үйге мамамдар келген еді, солар жазып келем деп сәл кешігіп қалдым. Жалпы бүгін осы 7 қадамды ұсынып отырғаныңызға рахмет, үлкен алғысым шексіз. Себебі маған сеніп, осыны алып шығады деп сен тапсырғаныңыз үшін алғысым шексіз. Жалпы бұл Аттила Гетафалвидің 7 қадамы бізде қарапайым қадамдар. Қарапайым қадам деп жаңағы айтып жатырмыз, негізі соны көп түсіне бермейді екенбіз. Арман мақсат себебі осы жаңағы жазу бойынша қабылдайды екенбіз. Осы уақытқа дейін көбіне мысалы осыны бүйтіп қараймын да, бірақ қарапайым қадамдар десе бір мағынасын қатты нақты түсіне алмай келген екенмін да, кейін өзім қарап алсам, қарапайым қадамдар арқылы жетістікке жету жолдары дейді. Мына күнделікті өмірде жаңағы Нұргүл, микрофоның өшіп қалды. кешірім сұраймын, мамамыз звондап жатыр ғой, таба алмай жатқан заттан. Жалпы ұйықтамау мүмкін емес қой деген сияқты да, сонда тамақ ішпеу мүмкін емес, сол сияқты, мысалы бет-қол жумау мүмкін емес деген сияқты, бұлардың барлығы күнделікті үйреншікті жағдай ғой. Сол сияқты бұл да 7 қадамды өзіңізге үйреншікті жағдайға жаңағы үйретіп алатын болсаңыз, онда как будто сіз осы арманды жазбау мүмкін емес деген сияқты, осы өміріңіздің бір жаңағыдай өзіңізге күнделікті әдетке қалыптасады да. Сонда жалпы арман мақсат себепті бірінші қоя тұрайын, екінші тізім. Жалпы тізім жазудағы жаңадан келіп жатқандарыңыз болатын болса, тізімді тупо жазуларыңызды ұсынамыз. Неге? Себебі бізде басында жаңадан келгендердің көбісі енді түсіне бермейміз, өйткені сет жүйесі келді, бізге неше түрлі жаңағыдай бағыттармен келді да, біздің мысалы ойымызды деген сияқты жаңағы сет жүйесіне деген ойымызды жаңағыдай мүлдем басқа жаққа алып кетті. Тізім жазғанда да мынау істейді, мынау істемейді деген сияқты ойлармен жазып жүрдік та. Ондай емес. Бұл сет деген жалпы сет просто сет магазинов та, жаңағыдай интернет жүйесінің магазиндерін, интернет арқылы өз магазиндеріңізді көбейту болды да. Бұл жерде ешқандай бұл сетевой дегенде ешқандай қорқатын ештеңкесі жоқ. Сол үшін тізімді де жазған кезде мынау жасайды, мынау жасамайды емес, керісінше просто өзіңіздің мынау менің магазинім ретінде қалыптастырып, мынау менің болашақтағы магазинім деп жаңағыдай толық түгелмен жазып, бірінші міндетті түрде біз таныс дос жарандарымызды жазамыз, әсіресе жаңадан келіп жатқандарымыз болатын болса. Ал қазір бұрыннан келе жатқандарымыз, яғни сырттай холодный контактылармен уже жұмыс жасауды үйрендік. Сол сияқты тізімге ешқандай да алаламай, және де жаңағыдай әсіресе осы тізімге жаңағы
пункттер арқылы жазғанымыз дұрыс екен да. Мен де сол просто тізімді жазып қойып қана емес, кәдімгідей жаңағы жүйесімен олардың тізім, контактісі, одан кейін жаңағы оның сіз жаңағы оны шақырдыңыз ба, сол пункті болу керек, одан кейін маркетинг көрсеттіңіз ба, одан кейін КВД жасадыңыз ба, ол қандай өнімдер алып деген сияқты сол пунктпен жүретін болса, ол уже сіз оның кім екен, оған қандай нәрсе ұсындыңыз, оған жаңағыдай маркетинг көрсеттіңіз ба, екінші рет шақырған кезде уже сізге барлығы жаңағы кезегімен дайын тұрады екен да. Сол үшін де бірінші осы тізімді жазған кезде әшейін жазбай, осы пункттерді қадағалап жазғанымыз дұрыс екен. Себебі алдымыздан шығып тұрады. Осы тізімде бірінші жаңағы жылы контакты дейміз де, олар туысқандарымыз, дос-жарандарымыз, құда жекжатымыз деген сияқты группаластарымыз, оның барлығы жылы тізімге жатады, яғни өзімізге таныс адамдар. Ал одан кейінгі тізіміміз бұл жаңағыдай холодный контакты дейді, яғни салқын тізімдер. Оларға кімдер жатады? Оларға жаңадан танысқан кісілер жатқызамыз, оларға мысалы жаңа жұмысқа ауысқан болсақ, сол жердегі таныстарымыз жатқызамыз. Одан кейін Инстаграм арқылы, әсіресе WhatsApp дегенде қазір күшті болды негізі ше. Әртүрлі өз бизнеспен айналысатын кісілер жаңағы номеріңізді қосып қойып чаттарға, сол жерден пытырлатып тұрып, рахаттанып тұрып, холодный контактын алуға болады. Мысалы, айтылады ғой тізімге күніге кемінде мынау жұмыс жасап жүрген кісілер, кемінде 5 адам контактіге қосып отырыңыз дейді. Соған өте күшті мүмкіндік деп айтамын. Мен жаңағы холодный жаңағы группалар бар ғой, ата-аналар чаттар бар ғой, жаңағы турецкий товары, жаңағы оптом товарлар, әйтеуір сондай товарлардан шыққан адамдарды кіргізсеңіз болады. Одан кейін қазір чаттар көп қой, мынау көп балалы аналар чаты, ипотечный үй тізімінде тұрған чаттар деген сияқты, чаттың түрі көп та. Мысалы, солардың ішінен алып, олардың барлығына жаңағыдай тізіп жазып шықсаңыз, сізге уже неңіз көбейеді, сіздегі тізіміңіз көбейеді. Яғни тізіміңіз көбейген сайын ол сіздің капиталыңыз екенін түсінуіміз керек та. Капитал дегенде бұл жерде бізде қандай капитал? Ол тұтынушы болатын болса, яғни сізді өнімді алып жатқан, бір зубны паста алса да, уже не істедік біз? Тізім арқылы ақша шығарып отырмыз. Ал ол тіркеліп жатса, мысалы, сіздің командаңызға қосылып, сізге бірге жұмыс жасап жатса, ол одан тіптен жақсы, уже сізде магазин ашылды, не только жаңа капитал, ол үлкен магазинге ұласты. Міне көрдіңіз бе, тізімнің қандай керемет пайдасы бізге. Ол негізі көбіне осы жерде маңызды қадамдардың бірі деп айтып жатамыз. Негізі именно осы 7 қадамның өзі маңыздыларын дайындаған. Осы 7 қадамға Атилла Кетафалқи именно осыларды жасау арқылы сіз міндетті түрде біреуін қалдырмай жасайтын болсаңыз, міндетті түрде жететініңізге көзі жетіп, жетістікке жететініңізге шын сеніммен осы қадамды бізге ұсынды. Уақытында өзі осы қарапайым 7 қадамды қанша мың долларға сатып алды, яғни дұрыс жұмыс жасау үшін. Неше түрлі жаңағы білімді бизнесмендерден, сетевой болсын, жаңағы дәстүрлі бизнес болсын, солардан жинақтаған білімін ортаға жүйелеп, осы бізге 7 қадамды ұсынып отыр. Сол үшін де бұл тізім маңызды қадамдардың бірі, шақыру маңызды қадамдардың бірі демей, жетеуі де ең маңызды қадам болғаннан кейін, жетеуін бір осы 7 қадамға біріктіріп отыр. Яғни, одан кейінгі жаңағы пунктіміз бұл үшінші, яғни үшінші қадамымыз бұл шақыру. Тізімге жаздық, жазылған тізімді шетінен шақырамыз. Яғни оны, яғни біз жылы контакты болып болса, оның кім екенін білеміз, кім екенін біліп, оған мысалы бұйыра сөйлейміз, немесе оны жаңағыдай қалай айтамыз, оны сәл мақтап, мадақтап, оны солай ұнататындар бар ғой, мысалы, мақтауды, мадақтауды ұнататын, соларға қарап, оның мінез құлқына қарап, яғни шақырудың міндетті түрде шаблоны болмайды. Шақыру сіздің, ол сізге қандай адам екеніне байланысты.
яғни оны сіз қалай шақыруыңызға байланысты. Одан кейін холодный контакты деген негізі әйелдер қауымына көп жүретіні офисте болатын болсаңыз міндетті түрде бір күнге уақытын белгілеп маскаға, сол өте күшті жаңағы жұмыс жасайды екен, соны түсіндім. Холодный контактіде бірінші осындай жаңағыдай біз тегін маска ұйымдастырып жатырмыз, негізгі құны осындай тұрады деп жаңағыдай соны қызықтырып шақырсаңыз болады. Жаңағы шақырудың түрлері көп қой енді бізде, иә, қызықтыра отырып шақыру дейміз, немесе жаңағы 2-3 күн алдын дайындап шақыру, мысалы ашық маркетингтерге ол, ашық маркетингтерге семинарларға 2-3 күн немесе 1 апта алдын немесе біраз алдын дайындауымыз мүмкін, иә. Мысалы белгілі 10 күннен кейін семинар болатын болса, яғни 10 күннен алдын уже мынаны шақырам деп өзіңіз дайындайсыз, сол адамдарға міндетті түрде айтып шығасыз. Жақындаған кезде тағы да бір айтып, яғни семинарға дайындайсыз. Солай шақырудың ешқандай шаблоны жоқ, бұл өзіңіздің адамдарыңызға қарай, яғни контактілеріңізде жазылған тізімге қарай жаңағы өзіңіз ебін тауып шақырасыз. Шақырғанда біз қақа шақырамыз? Бұл біздің 4-ші қадамымыз, бұл маркетинг план. Яғни ол кісілерді, жаңа тізімде кісілерді шақырамыз ғой, шақырған кезде қайда шақырамыз? Маркетинг планға шақырамыз. Маркетинг план барынша өзіміз жаттап алғанымыз дұрыс. Маркетинг планында мысалы бірнеше түрлері бар, оқу түрлері бар. Ол қалай? Біріншісі жаңадан келген кісілерге өте күшті жүретін ол жаңағы отбасылық маркетинг план. Ол дегенімізде жаңадан енді бастап жатқан болсаңыз өте жақсы жүреді, себебі сізді білмейді, бұл сет жүйесінде жұмыс жасайтыныңыз, немесе Forever компаниясында істейтініңіз білмейді. Бізді уже танып алған, да, мысалы алоэ вера, мысалы мектепте де алоэ вера деп сөйтіп айтады уже, да. Міне көрдіңіздер ма? Соған қарап кейбір адамдар шақырсаң деп мән бермей жатады. Ал жаңадан кірген кісілерге өте күшті бұл, да, бұл жаңағы отбасылық маркетинг план. Үйге просто шайға шақырасыз, үйге бір қызыңыздың жаңа туған күні болар, әйтеуір бір қуанышты сылтау қылып шақырсаңыз болады. Мен туған күн демей ақ қойшы, әйтеуір бір ебін тауып бүгін осымен сенімен әңгімелесейін дегейсіз ба, білмеймін, әйтеуір ебін тауып шақыруыңыз. Маркетингте, отбасылық маркетингке шақырып маркетинг көрсетесіз. Отбасылық маркетингте барынша жетекшіңізді шақырасыз ғой. Жетекшіңізді шақырған кезде өзіңіз жаңадан тыңдап атқандай, егер маркетинг планында өзіңіз білмейтін болсаңыз, жетекшіңіз оқып береді ғой. Сол кезде жаңадан тыңдап атқандай сіз де жаңағыдай әйтеуір жаңа халатта немесе үй киімінде болмай, классикалық үлгіде киім киіп жаңа алған болсаңыз, онда тіптен жақсы жүреді. Неге? Уже бұл жерде серьезный бұл бизнес екенін адам ұғынады. Сенің киіп атқан киіміңе қарап, сенің жаңағы шашың мысалы әйтеуір болып тұрса деген сияқты, сондай барлығы сенің шақырған адамыңа әсер етеді. Бұл отбасылық маркетинг план. Ол кезде міндетті түрде стол жасау деген болмайды. Осы талай әсірде біз түсінбедік, уақытында жасадық, иә. Ол жүрмейді. Өйтіп бизнесіңізді құртқанша одан да оны істемей қойыңыз, да. Неге? Себебі маркетинг болғандықтан, бұл бизнес болғандықтан столыңыз пустой болған дұрыс. Сіздің келген адамыңыз, шақырған адамыңыз жаныңызды терлетіп, мысалы шақырасыз, ол келді ғой, әйтеуір шүкір бұл маркетинг көрсетемін деп өзіңіз ойлайсыз ғой. Сол кезде сізді ол кісінің жаңағы сіздің тамақтарыңыз арқылы, ол тамақтың иісі арқылы ойының бәрі басқа нәрсеге кетіп қалады. Сол үшін маркетингіңізді дұрыс көрсете алмай қаласыз. Бизнесіңіз сол жерден тоқтайды, мысалы, да. Андай тоқтаймайды енді. Сол жерде уже бағасы білініп отырады, да. Одан кейінгі маркетинг план ол бірге бір дейді. Яғни мен оны көбіне мынандай болады ғой, бір кісілер болады ғой, мысалы мені кішкентай санайтын, мысалы қалай айтсам болады, сондай кісілер болады ғой арада ше, онша сөйлесе бермейтін, сондай кісілерге негізі жайлап бірге бір оқыған жақсы. Негізі барлық неден осы бірге бір оқыған маркетинг план маған ұнайды, да. Себебі оңай, да, бір адамға түсіндіру оңай. Және де оның не айтайын деп жатқанын, не айтқан сұрақтарына арқылы жауап бере аласыз, да. Өте ыңғайлы бірге бір оқыған маркетинг. Одан кейін ол адам бірге бір көзіме жанып отырғаннан кейін ол уже сәл бірдеңе болса да түсінеді, да. Басқа жаққа алаңдамай
не қылып. Одан кейінгі маркетинг планымыз бұл біздің ашық маркетинг пландар. Олар офистерде өтеді. Әр қалаларда сенбі және жексенбі күндері. Қазір бізде күшті жасап қойды Шымкент қаласында. Мынау воскресенье күні сағат 12-ге мынау оқушылар сарайына күшті жасады. Қандай керемет ол жерде ше. Себебі өзіміздің жаңағы ортада ғана емес, ол жерде әртүрлі жаңағы менеджерлер де бар уже, ол жерде аға менеджерлер де бар, ол жерде сорингтар да бар уже, сафирлер де даже міне кеше ғана жаңа сафирім шықты. Уже оларды көрсете аласыз да, результатты көру арқылы уже сіздің келген адамыңыз сәл де болса ой түйіп кетеді да. Мынау просто жаңағы шақырғаннан көрі мынау алоэ вера екенін түсініп кетеді кейбіреулер. Ал ана жерде уже ана энергетика кетеді ана жерде ше, маркетинг көрсеткен кісінің, одан кейін сол жерде жасап жатқан кісілердің, яғни ойы бір, мақсаты бір адамдардың жинақталған шоғырын көрген кезде уже ана жерде бірдеңе бар екенін адам түсініп кетеді. Одан кейінгі маркетинг план бұл онлайн маркетинг план. Онлайн маркетинг пландар, мысалы ертең құда қаласа, мысалы маркетинг план қойылып отыр, осы сағат 8-ге. Осыларға да айтамай жүргеніңіз болатын болса, сағат 8-де ақыр сен жаңағы үйінен шыға алмайсың ғой, балалармен шыға алмайсың. Жаңағы нені микрофонды басып қой да, жайлап отырып тыңда. Күнде шақырып жатқан жоқпын ғой, бүгін осыны өтініш мен үшін тыңдашы деген сияқты қылып, өзіңіз осы маркетингтерге шақырсаңыз, ол онлайн маркетинг деп аталады. Немесе өзіңіз WhatsApp видеосы арқылы, немесе Zoom конференциясы арқылы екінші адамға маркетинг план көрсете аласыз. Яғни олардың бәрін білмейтін болсаңыз, жетекшілеріңізден міндетті түрде сұраңыздар, ол кісілер айтып береді, қалай өтуге болады, қалай Zoom-ды жаңағы басқаруға болады. Оның барлығын жетекшілер уже біледі, олар айтып береді. Иә? Одан кейінгі жаңағы қадамымыз біздің КБД. Яғни ары қарай не істеуіміз керек? Екінші кездесу, иә? Маркетинг план көрсеткен адамға міндетті түрде екінші кездесу жасауымыз керек. Екінші кездесу жасалмаған маркетинг план ол уже ауаға кеткен маркетинг планмен тең. Сол үшін де бізден кетті ғой неше маркетинг план. Күніне кейде мысалы уақытысында 2-ден оқуымыз керек деп мысалы тырысып, бірақтан да КБД жасалмағандықтан оның бәрі ауаға ұшып кетті да. Соның ішінде КБД жасалып, сәл беті бері қараған кісілер қалды деген сияқты. Яғни бұл екінші кездесу не үшін керек? Оның ойын білесіз. Ол тұтынушы болып қала ма, ол сізбен бірге жұмыс жасай ма, ол нені жақсы көреді? Мысалы, ана біздің әпкеміз сияқты признанияны жақсы көретін шығар, немесе ол сахнаны жақсы көретін шығар деген сияқты, оның жалпы ойын, оны қандай нәрсемен тартуға болатындығын уже біз түсінеміз да. Сөйтіп жайлап жаңағы оны командаға қосып, егер бизнес жасайтын болса командаға қосамыз, бизнес жасамай тұтынушы болса да, бір күн болмаса бір күн ол келетіні белгілі. Себебі бір күн өнімді қолданады, 2 күн қолданады, 1 жыл қолданады, уже жайлап біз сияқты. Біз де сөйтіп келдік, мысалы, бірінші тұтынушы болып келдік. Кейін барып бизнеске қосылдық. Сол сияқты жайлап бизнесті түсінген адам міндетті түрде бұл компанияға қосылады деп айта аламын. Неге? Мен де біраз компанияларды көріп келдім, олардан қайдай ерекшеліктері бар. Одан кейін яғни оның кім екенін біліп аламыз. Сол үшін екінші кездесу жасағанымыз міндетті. Одан кейінгі жаңа қадамымыз бұл біздің 6-шы 100% тұтынушы болу. 100% тұтынушы болудың өзіндік күшті жаңағы мүмкіндіктері бар. 100% тұтынушы болу арқылы сіз өзіңіздің бойыңыздан өнімдерді өткізесіз де екінші адамға айта аласыз. Ал 100% тұтынушы болудың тағы бір жаңағы ең пайдалы жерлері, 100% тұтынушы болу арқылы сіз өз атыңыздан 1 балл жасай аласыз. 100% тұтынушы болудың арқасында сіз өз отбасыңызға қаншама жаңағыдай денсаулығына қажетті өнімдерді осы жерден ала отырып, мысалы мен қазір басында өйтіп жаңағы жетекшіміз айтқанда 7 жыл болды мынау компанияның арқасында біз аптека больница іздемейміз дегенде өтірік дейтінім, қазір өзіме айтам. 5 жыл болды өнімдерді қолданып келе жатқаныма, 2 жыл болды бизнес деп қабылдағаныма, 4 жыл болды аптека больница іздемейтіндігімізге. Міне, көрдіңіздер ме, тұтынушы болудың қандай керемет жақтары бар.
Одан кейінгі қадамымыз бұл біздің 7-ші қадам білім жетілдіру. Білім жетілдіруге біздің оның өзінің бірнеше жаңа пункттері бар, яғни білім жетілдіру үшін не істеуіміз керек. Ол біріншісі жаңағы кино секрет дейміз, оны жаңағы міндетті түрде көріп дағдыға, әдетке айналдыратын болсаңыздар, өте жақсы жүреді екен. Мен өзімде де көрдім, қайта көрген сайын бізде сенімділік қалыптасты, жаңағыдай сынып қалмау деген нәрсе болады. Өзіңе сенімсіздік деген нәрседен жаңағы арыласың да. Одан кейінгі қадам жаңағы не? Осы білім жетілдірудің дисклер, яғни аудио және видео дискілер дейміз ғой, соның ішінде біздің YouTube каналдарында, өнім жайында да айтылып жатыр, история успеха да айтылып жатыр, осы маркетинг планда көрсетіліп жатыр. Мынаның барлығы өте маңызды ақпараттар. Күніге біреуін жайлап тыңдайтын болсаңыз, история успеха немесе маркетинг план тыңдау арқылы сіз өзіңіз маркетинг план оқи алатынға шығасыз, жаңадан келгендеріңіз болса. Ал история успеха тыңдау арқылы сіз келесі адамға осындай мен жасай алмаймын, ол менікі емес деген адамдарға жауап айта аласыз. Негізі эксперт дейді ғой, эксперт деген яғни сол жайлап білімді жетілдіру арқылы сіз эксперт боласыз да. Эксперт деген яғни ол кісінің ойын, ол кісіге жауапты дұрыс айта алатын адам боласыз да. И компанияның өнімдерін біліп тұрсаңыз, жаңағы уже келесі адамға мүмкіндік бермейсіз ғой, жаңағы осы компанияға или тіркелу керек, или тұтынушы қылып шығарасыз да. Үшінші, ана үшіншіге жол бермейсіз. Мынау осы дискілер арқасында. Одан кейінгі жаңағы білім жетілдіруде кітаптар. Кітап дегенде кәдімгі әйтеуір тақырыпқа сай емес кітаптар емес, кәдімгі бизнеске қатысты кітаптар. Өзің ойыңды дұрыстау, жалпы ақшаны қалай қолдану керек, сол сияқты кітаптар. Яғни оны кітаптар бізге күшті пайдасын береді. Кітап оқыған сайын бірінші бәріміз де түсінбедік қой, бірінші кітап оқу керек екен десе, ойбай деп, бүгін кітап оқып жатырмын деп, бір күн сол кітап оқып жаңағы уақытымызды кетірдік. Ондай емес, күнде просто жаңағыдай біз уже жайлап үйрендік. Жаңағыдай видеоны бүгін бір видео көрем, болды. Мен сөйтіп тоқтайтамын да. Бір күн мен бір кітап, бір тақырыпты оқып тастаймын деген сияқты өзім сөйтемін да. Ол 2 бет бола ма, ол 3 бет бола ма, соны оқимын да. Болды, мен біттім деп сөйтіп үйрендім кітап оқуды ше. Сол сияқты кітап оқудың өте жаңағы пайдасы, өзіңіз ойыңыз жөнделеді, сенімділігіңіз артады, және де біліміңіз толығады. Кітап оқыған адам келесі адамға дұрыс жауап беру жағы да күшті да. И жаңағыдай келесі адамға жол көрсете аласыз кітаптың арқасында. Одан кейінгі біздің жаңағы несі, білім жетілдірудің 4-ші пункті, бұл бізде семинар. Семинар біздің зарядымыз десек болады. Шынымен де зарядка. Телефонда мысалы зарядка өліп қалса, ол жарамсыз болып қалады ғой. Дәл сол сияқты бізде де семинар біздің зарядымыз. Алматыда, Астанада болып жатқан семинарларға қалмай, хотя бы Анталияға бара алмасақ та, осы Қарағандыда, басқа қалада болып жатқан семинарлар. Одан кейін өзіміздің жаңағы Шымкентте де өткенде ұйымдастырылып жатты. Сонда семинарлар болып жатса, нұр үстіне нұр болады. Келген кісілерімізді міндетті түрде соған шақыратын болса, уже ол да одан қатты уже ояныс болады, талпыныс болады. Уже одан семинардың арқасында жаңадан шақырып жатқан кісілеріңізде ойларының дұрыс өзгерісі болады. Ана жерде табыстау болады екен ғой деп дұрыс оймен кетеді да. Сетевой десе қашпайтын болады. Және де семинардың керемет пайдасы сізге семинардан шыққаннан кейін бәрін қырып жойып тастайтындай жаңағы күш қуат аласың ғой, энергия аласың да. Мынаған айтамын, мынаған деп семинардың ішінде отырғанда сөйтіп отырамыз ғой, сөйтіп жазып аламыз да, арасында ше керегімізді жазып, мына жер мынандай дұрыс деп жаңағыдай өзімізге ой түйгендерді жазып отырамыз. Сол арқылы жаңағыдай сізде талпыныс пайда болады да. Енді уже осыдан кейін, семинардан кейін сіз маркетингті оқитын болсаңыз, ол маркетингіңіз өтеді да. Сізде энергия бар.
және де сенімділік бар. Уже ана жердегі сіздің көзіңізден көрініп тұрады да, сіздің семинарға қатысқаныңыз, сізде уже заряд бар да, 100% заряд бар. Ал мына Анталиядағы ұйымдастырылатын Атила Гетафалвидің вест семинары бар. Одан қалмайтын болсақ, вообще күшті. Онда міндетті түрде Атиланың өзі айтады, 3 жыл кемінде 5 жыл мен жаңағы семинарымнан қалмасам, міндетті түрде сені миллионер қылып шығарамыз де. Яғни уже міне көрдіңіздер ма, сенімділік. Ол жерде действительно арманың оянады. Действительно арман жаңағы арманның несі дейді ғой, туу орталығы дейді ғой, арманның тууы дейді. Яғни семинарда бір жасап қаласыз. Әсіресе Анталия маған өте күшті жаңа көмек берді. Мысалы 4 рет барып келдім ғой. Прям мына ми о жаққа барған кезде полный жаңағыда отключен болады. Бұрынғы ой ана мынандай отключен болады. Барасыз, сол жерде демаласыз. Телефонда отключен болады, тек WhatsApp-пен ғана сөйлесе аласыз. Бәрін тастап демаласыз рахаттан. Одан таза демалыспен алған семинарыңыз вообще күшті жүреді уже ше. Енді айта алмаймын. Ол жерге барып көрулеріңіз керек. Барып көру арқылы сіздер уже түсінесіздер да, мен айта алмай отқанымды ше. Сосын көбісі мен семинарға барған кезде видео суреттер көп түсіре бермеймін да, неғып түсірмейсің мына жерде видеоларды, не дейді, барып көр деймін да. Сен ол видео деген нәрсе мысалы телевизорда тұр, ютубта да тұр сол жер. Мысалы мен түсіретін жерлер сол жерде тұр. Бүйтіп аш та көре бер, егер көргің келсе. Ал шын көргің келсе, онда барып көр деймін да. Барып көр. Мынандай емеспін, мынандай бүйтпейсің ба дейді. Жоқ, барлық нәрсені өзің барып көріп, ұстап көріп, сезбегеннен кейін ол вообще басқа нәрсе. Ал барып көретін болсаң, ол өте күшті действительно әсер етеді. И заряд ол жерде 1000-ға жетеді ғой. Жаңағы зарядыңыз ше, телефон зарядкасы уже 1000-ға жетеді. Келгеннен кейін енді бір 2 апта аямай жұмыс жасап тастауға мүмкіншілік бар. Одан кейінгі мен айтпай кеткен бірінші қадамым бұл арман, мақсат, себеп. Яғни осылардың барлығына түрткі болатын сіздің бастығыңыз, бұл бизнесте бастық жоқ қой, сіздің бастығыңыз ол сіздің арманыңыз. Арман негізі просто қиял, ой. Сол ойды жүзеге асыратын ол біздің мақсатымыз. Яғни ойлаған ойыңызды жүзеге асыратын бұл мақсат. Уақыт қоясыз, армандайсыз. Мысалы, көлік десеңіз, көлік немесе жаңағы Анталияға бару дейсіз ба, білмеймін қандай арманыңыз бар, сол арманыңызды жазасыз. Визуаль дейді ғой, адамның дейді, көру арқылы миы сеніп қалады екен да, ми сенген болатын болса, онда ол міндетті түрде іске асады екен да. Сол үшін де жаңағындай суреттерді жабыстыр деп атамыз ғой, оның өзі күшті жаңа әсер етеді. Неге? Себебі сіз көрген сайын мида жайлап жаңағы талшықтар жиналады екен да, ол қалыңдаған кезде ол іске асады екен. Шынымен де күшті, менде қаншама жаңа болып жатты сәйкестіктер да. Прям келіп жатқанша, мысалы арман картасында жасалған суреттердің ішінде прям ұқсас келіп жатқандары, дәл келіп жатқандары болып жатты да. Қарасыңдар, прям армандамай мынау сурет әдемі екен деп қойып қойғандарының өзі айнымай келіп жатты да. Сонда мынау не дейді, көру арқылы дейді, визуал арқылы сіздің жаңағы миыңыз тез есте сақтап қалады екен, көру арқылы. Осы көру арқылы көп есте сақтаймыз. Неге? Себебі адамды да мысалы танысқан кезде бүйтіп көреміз де, ана кісі что-то танимын деп тұрамыз ғой, көрдіңіздер ме? Көру арқылы сіздің миыңызда тез сақталады екен да. Сол үшін де арман карта бір жасап қойып бүйтіп жатсаңыз, ол ешқандай да жаңағы көмегін бермейді, ол әшейін сурет қой. Бірақ соны көру, соған әрекет, мақсатыңызды қойып әрекет жасау арқылы ол іске асады екен. Себеп дейміз ғой, себеп. Бұл бизнеске келу себептеріңізді жазып алғаныңыз дұрыс. Не үшін келдіңіз? Осыны анықтап та. Бәріміз негізі жаңағы басында мысалы витаминдер үшін немесе жаңағы тұтынушы болып келген болсақ та, артында ақшаның бар екенін біліп келдік қой, табыс үшін келдік, қосымша табыс үшін келдік. И демалу, мен айтқанмын мына жерде жаңағы ең соңында ана бізде маркетингте бір пункт бар ғой, өмірің өз қолыңда, яғни өзің нені қалайсың, соған жетуге болады деген пункт бар ғой. Соған көрген кезде улучшить свой жизненный стиль дегенше, сол жерде көрген кезде мен айтқам,
бәрін жасағым келеді деп, яғни жаңағы маған денсаулық та керек, ақша да керек, путешествие де керек деп айттым. Бірақ айтпай, құдайға шүкір, солардың біртіндеп орындалып жатты да. Міне көрдіңіздер ме? Сонда өзіңе байланысты екен барлық нәрсені жетістікке жетудің. Жалпы осы сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Кішкентай да болса сіздерге жаңағы ой түйген болсаңыздар қуаныштымын. Түрткі бола алған болсам қуаныштымын. Жақындап қалды деп тарсылдап жібердім ғой. Рахмет. Тамаша, Нұргүл ханым, өте тамаша. Бала шағамызбен жатып сені тыңдап жатырмыз. Өте тамаша, керемет, аха. Өйткені күнделікті жиналған опыт, жиналған опыт. Бұл жерде, если осы 7 қадам деген өте керемет нәрсе ғой. Қанша біреулер тырысады, не қылады, именно осы қадамдарды орындап келсең өзі жасалатыны өте керемет, біздің жоғарғы жетекшіміз Атилла Каталин керемет жағдай жасады. Рахмет үлкен, Алла разы болсын, арманың үлкен болсын, арманың ешқашан сені алдамасын. Рахмет, тамаша. Жақсы, сау бол. Рахмет, ертең кешке зумда кездескенше. Рахмет. Жақсы.